Ақтөремен екі жаққа кеткен Әсем қызымыз соңғы кездері әлеуметтік желіде белсенділік танытуда. Әсем қызымыз желі қолданушыларын таңқалдырудан шаршамайды. Әсем әлеуметтік желідегі парақшасында Қосылайықтың бұрынғы қатысушысы Айбатты көрсетті. Желіде Айбат Әсемнің шашын сипаған суреттері тарап кетті. Айбатты өз парақшасында Ақтөренің Әсемімен бірге салонда түскен видеосын жариялады. Желі қолданушылары ашуға болықты. Қолдаушы апалар мен көрермендер жарыса жазды. Жігіттермен айырылысқан қыздар Айбатқа барады екен осы. Осы жігітімен айырылысқандар шаш бояйт болмаса шашын кестіреді. Ақтөренің арқасында ел алдына шығып аузыңнан сөз шықпай екі әріптің басын қосалмай отыратын еді мыңқиып. Ақтөренің арқасында көтеріліп өзінше болып шығарған. Ақтөре ғой қандай дәрежеге көтерді сені. Ұялмай қанша нәрсесін алып шығындаттың. Ай қыздар-ай, бүкіл көрерменнің көзінше сырға салдырып, әжеңе де көрсетіп түк болмағандай жүресіңдер. Ақтөре қанша сезон көріп келе жатырмыз, бір жаман қылығын көрмеппіз. Адамның басына не келіп не кетпейді, зато во время құтылды. Өзінің өмірі өзі біледі. Жігіт кезінде сондай болса, күйеуі болса, бір кісілердің екінші түрі болатын шығар. Сондықтан бұл қызды қатты сөппеңіздер. Үлкен тәтелер де жазып жатыр екен. Өздеріңіздің қыздарыңыз ертең күйеуінен или жігітінен таяқ жегенін қаламайтын шығарсыздар. Өмір алма кезек. Ойланып сөйлеңіздер, деп жазды көрермендер. Сонымен қатар көрермендер Ақтөренің арқасында танымал жұлдыз болып, енді күйеуге тигісі келмей қалған сияқты. Ақтөремен жұп болған соң танымалдылығы арта түскен деді Ақтөренің қолдаушы апалары. Еске салайық, Ақтөренің бұрынғы Әсемі Инстаграм парақшасында күтпеген жазбалар мен стористер жариялады. Мұны көрген көрермендер де ашуға булыққан Ақтөре мырза да абдырап қалды. Тіпті Ақтөре мырза Хамрақұлдың тойында мұңға батып көңілсіз жүрген болатын.